Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздермен Зеркала фильміне шоу жасаймыз. Кино түрі әбіржіп кеткен. Қараулы киімдегі бір еркектің метрода біреуден немесе бір нәрседен қорқып қашып келе жатқаннан басталады. Сыртқа шығу амалын қанша іздеп, киіну бөлмесіне де жол таба алмаған сәтте, киім ілгіш гардеробтардың есігі шеттерінен ашыла, ондағы айналардан еркектің бейнесі кезек-кезек көріне бастайды. Ал айнаға жақындаған сәтте, айна беті найзағай тәрізді сызықтармен сына бастайды. Еркек жылап жіберіп, айнаға қарап тұрып, өлгім келмейді деп жалынып кешірім сұрай бастайды. Не істерін білмей, айнаны сүрте бастағанда бір бөлігі жерге түсіп кетеді. Оны алмақшы болып жерге отырғанда, айнадағы бейнесі онымен бірге қимылдамай, отырған еркекке жаман көзбен безірейіп қарап тұрып алады. Одан кейін айнадағы бейнесі қолындағы айна кескінін алып, тамағын кесе бастайды. Сол мезетте оған қарап тұрған еркектің тамағы өзімен өзі кесіліп, тұрған жерінде өле кетеді. Келесі сценада таңғы 8-де бір еркектің көрпешесінен тұрып жатқанын көреміз. Ал қасындағы газеттен Нью-Йорк полицейі атып өлтірілді деген жазуды оқи аламыз. Еркек айнаға келіп, дәрісін ішкеннен кейін келесі бөлмеге барып, ұйқыда жатқан қарындасы Анжеланы оятып, өзі сыртқа шығып бір ғимаратқа келіп, ол жақтан есігін ашқан Лоренцо деген үлкен кісімен танысып, өзін Бен Карсон деп таныстырып, ішке кіреді. Ол жақтан жанып кеткен үлкен ғимаратты көреміз. Күзетші бұл кезінде үлкен супермаркет болып, 5 жыл бұрын жанып кеткен деп түсіндіреді. Ал жарты ғасыр бұрын мұнда киелі Матфейдің ауруханасы болғанын айтады. Бұл жерді 2 сағат сайын келіп айналып тұру керек. Түнде мұнда қорқынышты, өйткені жарық жоқ деп қойып еді. Бен айналардың көптігіне назар аударып қана қоймай, неге олардың барлығы сонша тап-таза деп сұрақ қояды. Шал сенен бұрын мұнда бір еркек жұмыс жасаған, сол айналарға аса тиянақтылықпен қарайтын еді деп жауап қайтарады. Шал да кезінде тергеуші болып, неге сонша беделді жұмыстан шығып кеттіңіз деп қарама-қарсы сауал қояды. Бен сұрақты жауапсыз қалдырады. Лоренцо Бенге бос уақытына жататын үйшігін көрсетіп жатқан сәтте ғимараттағы үлкен айнаның сәл қимылдағанын көреміз. Осыдан кейін Бен ажасқан әйелінің үйіне балдарын көруге келеді. Бірақ әйелі екеуі бір-бірін жақсы көрсе де, оның ішімдікке салынып, депрессияға түскенін құптамай, отбасынан аулақ жүргенін қалайды. Осы жерде Беннің неліктен бұлай жасап жүргенін түсінеміз. Бір жыл бұрын кездейсоқтан өзінің әріптесі полицейскийді өлтіріп, оны әлі ұмыта алмай жүр екен. Бірақ Бен ішімдік тастағаны біраз болып, отбасына қайта оралғысы келіп жүргенін айтады. Жұмысына кірісе, киімін киіп, қолына фонарь алып, супермаркетке кіріп, ішін аралай бастайды. Тірі жан жоқ ғимараттың ішінде көзге түсетіні тек күйген, сынған макеттер мен айналар. Әсіресе айналар, олар мұнда тым көп десек болады. Бақылап жүріп, солардың бірінен күдікті нәрсе байқап қалады. Барып қараса, адамның қолының ізі тұр. Сүртіп тастамақ болып еді, бірақ еш кете қоймайды. Жоғары қараса, сондай іздер айнаны қаптап кеткенін көреді. Аузы ашылып тұрғанда, арғы жақтан бір есік ашылып кетеді. Барып қараса, ешкім жоқ. Тек астына қарай кететін темшек. Қорқса да төмен түсіп, астының барлығын су басып кеткенін көреді. Ертесіне қарындасы алаңдап, барлығы жақсы ма дегенде, иә деп жуынып жатқанда айнаға қарап қалып еді, түрі әбіржіп кеткен бейнесін көріп қалады. Қайта қараса, еш өзгеріс жоқ. Келесі күні жұмысына қайта түсіп, ішті қайта аралап көре бастайды. Айнадан тағы да бір із көріп, оған қолын қойып еді, қолын кесіп кетеді. Екінші мәрте түртіп қалып еді, жанып жатқан әйел бейнесін көреді. Артына қараса, ешкім жоқ. Тағы қараса, екі жанып жатқан адам кейпін көреді. Олардың артынан өзі жанып айқайлап көмек сұрай бастайды. Қанша ауырсынса да, шындығында оның айнадағы бейнесі ғана жанып жатқанын түсінеміз. Одан кейін сол жерден киноның басында өлген күзетші Гарридің әмиянын тауып алып, бутикке барып тексеріп, ішінен Эссекер деген жазу жазылған парақ тауып алады. Жағдай оны қызықтыра, маркетке қайта кіреді. Бұл жолы айқайлап жатқан әйелдің даусын естіп, қайдасыз десе де таба алмай, жоғары қабатқа көтеріліп, дауыс киім өлшейтін бөлмеде екендігін байқап, сонда кіріп қалып еді, айқай өше қалады. Бірақ сәті түсіп, айналардың бірінен қолы жанып, қиналып жатқан әйелді көреді. Бейнесі айнадан ғана көрінгендіктен, оны сүйреп бөлменің алдына алып келіп, пердешені ашып, денесі толық күйіп, өлім алдында жатқан әйелдің бейнесін тамашалайды. Сол мезетте сцена Беннің үйіне ауысып, ұйқысынан шошып оянған бала мамасына осы жаңа ғана айнадан бір әйел айқайлап жатқаны көрдім деп шығады. Анасы оны жай ғана түстеп, бөлмесіне барып жатып, теледидарды өшіріп қалып еді, көз алдымызға қайтадан жанып жатқан әйел кейпі көріне кетеді. Ертесінде Бен қарындасының барына келіп, соңғы күндердегі жан айқауын баян етіп, менімен бір нәрсе болып жатыр. Айналар мені аңдып жүрген тәрізді деп еді. Қарындасы бұның барлығы стресстен, саған психологқа көрген жөн деп сөздеріне аса сене қоймайды. Одан кейін үйіне оралғанда тауар жеткізуші адам оған бір қорап алып келеді. Сыртына қараса, ол әлгі қайтыс болған күзетші Гарри Льюистен екен. Бірақ өлген адам оған бұны қалай жіберген түсініксіз. Ішін ақтарса, супермаркеттің өртенуіне байланысты әртүрлі газеттердің бөлшегі
бөлшектері шығады. Өртте қайтыс болған адамдардың саны, қалай өлгеніне байланысты түрлі ақпараттарды көреді. Ішінен өртті мен жақтым деп мойындаған Терренс Барриге қатысты мағлұматты оқып қалады. Одан кейін жұмыс орнына барып Лоренцомен сөйлеспекші болады. Шал оған жұмысқа сенің экс-әріптестерің келіп бірнеше сұрақтар қойды. Олар Гарри Льюистің денесін тауыпты деп хабарлайды. Бірақ қалай өлген жайлы білмеймін деп айтады. Мағлұматқа қанағаттанбай, мәйітханада істейтін әйеліне барып, Гарри Льюистің өлігі сендерде шығар, көрсетші деп өтініш жасайды. Ашып қараса, әйелінің әріптесі ол тамағын кесіп, өзіне қол жұмсап өлген деп еді. Бен ондай жолмен суицид жасағандарды әлі кездестірмедім деп онымен келіспейді. Ал өлікке жақындап бақылап тұрғанда, қасындағы темірден өзіне бірден қарай қалған өліктің бейнесін көре қалады. Бен сол жерде әйелінен Гарридің ісін маған берші деп талап етеді. Әйелі күйеуімен бір нәрсенің дұрыс еместігін түсінсе де, Бенге жоқ дей алмай документті табыстайды. Документті қарап отырып, Гарри өзінің тамағын кескен айна бөлшегі айнада қан, ал негізінде онда ешқандай қан жоқ екендігіне назар аударады. Бен әйеліне айналар жайлы ойын айтып еді, әйелі оған сенбей, бұл сенің қазіргі дәріңнің көп ішкенінен болып жатыр деп түсіндіреді. Келесі сценада түнде ванна қабылдауға дайындалып жатқан Анджеланы көреміз. Қыз шешініп ваннаға қарай бұрылып еді, айнадағы бейнесі бір қалыпта оған қарап тұрып қалады. Қыз оны байқамай ваннаға жайғаса бастайды. Қыз көзін жұмып жатқан сәтте жүрек айнытарлық нәрсе болады. Қыздың айнадағы бейнесі қолын аузына салып, жағын айыра бастайды. Бұл әрекеті Анджелаға да әсер ете, тыныш жатқан байғұс қыздың жағы өзімен өзі айырылып, қыз қиналып, сол жерде көзін жұмады. Кейінірек полиция келіп, аумақты қоршап алады. Детективтердің бірі келіп, ванна суын шығара, қыздың шашын ашып, сұмдық нәрсені көріп, шошынып кетеді. Ағасы келіп, жаман нәрсе болғанын сезіп, ішке атып кірмекші болады. Полиция ұстап алып, бұрынғы әріптесі Ларри оған өкінішті жаңалық айтады. Бен ақыр қарындасына барып, көргеніне сене алмай, әбден жылап мұңға беріледі. Ауруханада детектив әйеліне есік жабық, еш жерде із болмағандықтан, бұны қызды танитын адам ғана жасау мүмкін деп, Беннен күдігіміз бар деп еді, әйелі күйеуім ондай әрекетке ешқашан бармайды деп, оны қорғаштай бастайды. Айналар енді оның артынан қалмайтынын түсініп, маркетке барып, айналарды сындырып тастамақшы болады. Бірақ ол әрекеттен түк шықпайды. Болмаған соң оқ жаудырады. Бірақ сынған айна тез арада қайта қалпына келе қояды. Не істерін білмей, сендерге не керек деп айна алдында отырып алып зарлай бастайды. Сол мезетте айнадан жазу шыға бастайды. Одан блокноттан көрген эссекер деген сөзді оқиды. Осыдан кейін үйіне барып, полициядағы танысына қоңырау шалып, осы атпен байланысты барлық күдікті адамдарды тауып бер деп, өзі газеттердегі ақпаратты зерттей бастайды. Одан ол Барри деген кісі есінен ауысып, өзінің отбасын өлтіргені, бірақ өзінің сөзінше, оларды өлтірген мен емес, айналар деген әртүрлі пікірлерді оқып қарап шығады. Әріптесі эссекер деген ешқандай адам жоқ, ал Барри біраз жыл бұрын қайтыс болған деп хабарлайды. Бірақ оны емдеген жерді біліп алып, сонда аттанады. Оны емдеген доктор оның жағдайын психологиялық шизофрения мен тұлғаның екі жүзділігі тұрғысында түсіндіріп, оған кезінде Барриден алған кассеталарға жазылған сұхбатын көрсетеді. Кассетадан жарты беті күйіп кеткен еркекті эссекер деген адамды іздеп таба алмадым. Сондықтан олар отбасымды өлтіріп тастады деген әңгімелер айтып жатқанын көреміз. Бен айналар менің де отбасымды өлтіру мүмкін деп үйіне ұша жөнеледі. Үйіне келе салып, балалардың көзінше ес ауысқан адам сияқты үйдегі барлық айналарды сыртқа шығара бастайды. Ал шығаруға болмайтындарын краскамен бояуға кіріседі. Бала бағушы Эммаға қоңырау шалып шақырып алады. Әйелі сен толық ақылдан адастың ба деп үйден тез арада кетуді сұрайды. Әйелі оған сенбеген соң айналардың бірін сыртқа шығарып маркеттегідей оқ ата бастайды. Бірақ айналар оның бұл айласын түсініп, сынған күйінде қала береді. Көлік мініп кетіп бара жатқан сәтте көліктің айнасынан артқы орындықта отырған жағы айырылып кеткен қарындасын көріп қалып, сәл болмағанда аварияға түсе жаздап, шеткі айнадан айнадағы объектілер сіз ойлағаннан жақын деген сөзді оқып қалады. Маркеттен бір айғақ табармын деп астына түсіп, фонарь алып, барлық жерді тінтей бастайды. Сәті түсіп, дуалдардың бірінен Келли Мэтьюс ауруханасы деген жазуды оқып, қасынан су ағып жатқан дуалды көріп, ар жағында бір нәрсе болуы мүмкін деп, әлсіз дуалды сындырып, ақыры арғы жағынан бір бөлме тауып алады. Онда айналасы айнамен қоршалып, ортасында бір орындық тұрған құрылыс тауып алады. Мұнда кезінде эксперимент жүргізгені көрініп тұр. Ал Беннің айнадағы бейнесі өздігінен қимылдай бастайды. Тіпті оған айнаның арғы жағынан бейнесі оқ атпақшы болады. Одан кейін әріптесі Ларриге қоңырау шалып, маркеттің орнында болған аурухана мен эссекер деген адам жайлы барлық мағлұматтарды тауып берші деп өтініш айтады. Ларри айтқанын бұлжытпай
ұмытпай орындап, табылған материалдардың барлығын алып келіп береді. Ларри Эссекер деген Кейн атты доктор басқарған психиатриялық бөлмеде жатқан Анна деген қыздың фамилиясы деп түсіндіреді. 1952 жылы 6 қазан күні 12 жасар қызбен бірге барлық пациент басты дәлізге шығып, бірін-бірі өлтіріп тастапты деген ақпаратты да хабарлайды. Ал көп ұзамай қыздың докторы Кейннің де өзінің тамырын айнамен кесіп тастаған өлі денесінде тауып алды деп сөзін аяқтайды. Үйіне барып, әлгі қыз түскен ескі фотоларға көз салып шықпақшы болады. Бірақ барлық фотода қыздың бейнесі бұлыңғыр болып көрінеді. Бірақ қызықты ақпарат көреді. Бір документте қыз 6 қазан күні өлді десе, екінші документте 4 қазан күні ауруханадан шығарылды деп жазылады. Демек, қыз әлі тірі. Қыздың түрі көрінетін жалғыз фотоны алып, айнаға алып барып еді, айна бір нәрсе сезгендей сына кетеді. Ертесі азанда Эмма баласы бөлмесінде біреумен сөйлесіп отырған естіп қалып, бөлмеге кіріп сыртқа шықшы деп еді, айнадағы бейнесі отырған күйінде қалып кетеді. Беннің айтқандарының барлығы шын екені енді басына жетіп, күйеуіне жылап тұрып, дереу қоңырау шалып, жайтты түсіндіріп береді. Бен үйге келіп, әйелмен бірге үйде адамның бейнесі көрінуі мүмкін барлық жерлерді бояп, газеттермен жаба бастайды. Әйеліне абай болыңдар деп, Анна Эссекерді іздеп Пенсильвания штатына аттанады. Эссекерлердің үйін тауып, ағасы арқылы қарындасының оқиғасын егжей-тегжей біліп алады. Кішкентай кезінен бастап Аннаға жын кіріп кеткендей, күні-түні қояншықтығы ұстап қала беретін. Сондықтан оған арнап, мына жерде жасап қойдық деп арнайы бөлмені көрсетеді. Бірақ ақыры анамыз оған шыдай алмай, Кейн дейтін докторға тапсырады. Ол қызды егжей-тегжей тексеріп, ішінде жын кірмеген. Бұл психологиялық ауру деп Аннаны өзінің қаражатынан айналарда қолданатын жаңа әдіс арқылы емдемекші болады. Бірақ қарындасым қайтыс болды деп Бенді алдамақшы болады. Бен бәрін білемін деп шындықты айтқызады. Сөйтсе, толық емделіп шыққан Аннаны олар айна қолдануға болмайтын арнайы жерге аттандырған екен. Адресті біліп алып, Бен әулие Августин монастыріне жол тартады. Айтқан жерге келіп, қартайған Аннаны ақыры тауып, тағы да қызықты ақпараттар ашады. Доктор Кейн Бен тауып алған айналы құрылысқа пациенттерді отырғызып, айналар қолданылған терапия арқылы оларды оның ішінде бірнеше күн ұстап емдейтін болған екен. Бірақ ол таза шизофренияны емдегенде пайдасы жоқ болып шығады. Бірақ менің жағдайымда ол сәтті өтті. Өйткені менің ішіндегі тіршілік иесі менен шығып, айналарға еніп кетті деп айтады. Осылайша сол мезеттен бері өлтірген адамдарының жанын айнаға жинай бастады деп қорқынышты факт айтады. Маған сіздің көмегіңіз керек деп өтініш жасай қойып еді. Анна, мен оған оралсам, айнадағы зұлым маған кіріп, сыртқа сіз елестете алмайтын қобыжық шығады. Ренжімеңіз, мен орала алмаймын деп қапаландырады. Өлген адамдарды тіпті отбасының суретін көрсетсе де көне қоймайды. Ал үйінде жағдай одан сайын қиындай түседі. Анасы жатқан бөлмеге баласы келе жатқан есіктегі тұтқадан көрсек болады. Бірақ есіктегі ол өзі емес, жаймен бұралған тұтқадағы бейнесі ашады. Эммаға сол сәтті Бен қоңырау шалып еді. Жанында жатқан баласы Майклдың жоқ болып кеткенін көре салып, оны іздемек болып бөлмеден шығып еді. Жердегі барлығы су, айналардағы краскалар тырналып тастағанын көріп, байқамай біреудің өтіп кеткенін байқап, телефонын шошып суға түсіріп алады. Шыдамы шектен шығып, амалы қалмай Бен Аннаға келіп, күш қолданып, әйелге пистолет тағап, оны өзімен бірге мәжбүрлеп алып кетеді. Мына жақта Эмма үйдегі сулардың барлығын өшіріп, ваннаға келіп еді. Судағы бейнеден баласын көріп, артына қарап тұрған сәтте басы өзімен өзі суға батып, ваннадан басын шығара алмай тұншыға бастайды. Сол мезетте ұйықтап жатқан қызын мамасының дауысы айнадан бір бөлмеге шақырып, қолына қайшы тығып, жаймен қызына жақындай бастайды. Эмманың тірі қалу рефлексі қосылып, ваннадағы тығынды ақыры ашып, қыздың тамағын кесіп өлтірейін деп қалғанда, өзінің зұлым бейнесінен қызын әзер құтқарып қалады. Бөлмені аралап, айналардың біріндегі красканы пышақпен қырып жатқан баласын көріп, баласы бұлай жасай деп досым айтты деп пышақпен қашып кетеді. Үй суға толып, ылғалданған сайын әр жерден адам қолының іздері көріне бастайды. Дәл солай орындықтың астында судағы бейнеден баласының кейпін көріп жатқандай түсіп еді. Бетін пышақпен кесіп жіберіп, тек судағы бейнесі көрініп қашып кетеді. Осы арада Бен мен Анна супермаркетке де келіп жетеді. Әйел ішке кіргеннен бастап айналар қоза бастағанын көреміз. Сыртқа шыққылары келгендей, айнадан адамдардың бейнелі көптеп шыға бастайды. Әйелді айналы құрылысқа алып келіп отырғыза бастайды. Эмма ақыры судың бетіне қарап отырған баласын көріп, қасына жақындап еді. Кенеттен баласы суға кіріп, шыға алмай тұншыға бастайды. Арғы жақта айналардағы елестер әйелді қинай бастайды. Майкл ақыры тұншығып, дауыс шығармай қалады. Ал айнадағы елес ақыры әйелге кіріп, тұрған жерінде ғимараттағы барлық айналармен бірге жарылып кетеді. Онымен бірге Майкл да судан қалқып шығып, анасы зорға дегенде оятып алады. Тынышталған соң Бен әлгі жерге барып тексермекші болып еді. Кенеттен ішіне елес кіріп, түрі құбыжыққа айналып, төбеде секіріп жүрген әйелді көреді. Еркек оны атып тастамақшы болғанымен, оған шамасы келмей, құбыжық оны ары-бері лақтыра бастайды. Ақыр жолын тауып, оны газ трубасына іліп, оған оқ атып, трубалармен қосып жарып жібереді. Бірақ сонда да құбыжық өлмей, еркекпен жармаспақ болғанда үстіне ғимарат бөлшектері түсіп, астына көміліп қалады. Еркек те көпке жетпей, ғимарат астына көміліп, экран қара түнек
болады. Ертесінде Эмма мен тірі қалған балаларын көреміз. Бен де аман қалып, қираған орнынан түрі қан-қан күйде аман есен сыртқа шығып, күн сәулесімен бірге ғимаратты қоршап алған полиция тобын байқайды. Аман қалғанына қуанып, оларға жақындамақ болып еді, бірақ олар оны байқамағандай өздерінше болған оқиғаны талқылап тұра береді. Ал Сапеллидің киімдегі есіміне қарап қалып еді, кісінің есімі айнадағыдай керісінше оқылып тұрған көреді. Полиция көлігіне де зер салып еді, ондағы жазуларда дәл сондай керісінше. Ал бұрын алған жарақаты болса, екінші қолына ауысып кетіпті. Көргеніне сенбей, қаланы аралап, көп ұзамай не болғанына көз жетеді. Айналардың біріне келіп, одан бейнесі көрінбейтінін байқап, оған қолын қойып қалып еді, бірақ оның ізін арғы шынайы өмірден ғана байқаймыз. Не болған түсінген шығарсыздар.